Бәріне сәлем. Біздің ғаламшарымызда көптеген әдемі жерлер бар. Өмірінде бір рет барып көруге тұрарлықтай жерлер аз емес. Бірақ та табиғатта қауіпті жерлер де аз емес. Бірақ та қауіпті болса да бұл жерлерде адамдар өмір сүреді. Бүгінгі видеода біз сіздерге ғаламшарымыздың ең қауіпті жерлерін көрсетеміз. Олай болса, кеттік. Оймякон. Сіздерде суыққа шыдай алмаған кездеріңіз болып па еді? Онда сіз ешқашан Оймякон деген ауылда болмағансыз. Оймякон әлемдегі ең суық жерлердің бірі. Көрсеткіштер бойынша Оймякон өмір сүруге қиын жерлердің бірі. Бұл ауылда 500-ден астам адамдар тұрады. Бұяқта өмір сүруге жайлы деп айта алмайсың. Өздеріңізге елестетіп көріңізші. Далада минус 46 градус көрсетіп тұрғанда далаға туалетке шығып мүмкін емес секілді. Бірақ Оймякон тұрғындарына мүмкін. Онымен қоса бұл жерде өмір сүре береді, қолайсыз жағдайларға қарамай. Бұл жерде ручкаларда паста қатып қалады, батарейкалар өз күштерін жоғалтады, ал киімді далаға жуып жайып қойса, қатқан соншалық оны қолмен әшейін сындыруға болатындай болады. Бұл жерде шеген кәдімгі бананмен қаға аласың, басқа бұндайды қайдан көруге болады? Мүмкін осыған байланысты шығар. Бұл жерде туристер көп келеді, өздерін қанша уақыт суыққа шыдай алатынын білу үшін. Бірақ бұл жерде экстремал болу керек. Бұяқта темірдің өзі суықтан сынып қалады. Аллея торнадо. Сіздер бір рет болсын шын өмірдегі торнадоны көріп пе едіңіздер, немесе видеодан? Түсінетін шығарсыздар, торнадо кездесу өмірге қауіпті екенін. Кездейсоқтық емес, торнадо табиғат құбылыстарының арасында ең қауіпті саналатыны. Үлкен бірде жиналған жел, қатты жылдамдықпен айналып жатқан жел, жолда кездестірген бәрін жойып жібереді. Оның жолында тұрмай-ақ қойған дұрыс. Торнадо әлемнің кез келген жерінен болады, бірақ ақш-та көптеп кездеседі. Әсіресе оңтүстік-шығыс бөлігінде аты Аллея торнадо деп аталатын жерінде көптеп кездеседі. Ол Аллея торнадо жеріне Техас, Окклахома, Канзас қалаларда алады. Мысалға, Америкада 27 сәуір 2011 жылы бір күн ішінде 200 адам өлімі тіркелген торнадодан кесірінен. ақш-та торнадо көп болуы себебін түсіндіру оңай. Мексика жақтан келетін жылы ауа, шығыс Америка жақтан келе жатқан суық ауамен кездеседі. Жылы ауа мен суық ауа кездескен жерде құйын пайда болады. Құйындар Америкада көп болғаннан, Америкада құйын болатын алымда ескертіп отырады. Ол құрылыс нысандарын өшіреді, сиренді дабыл қағады. Сосын Америкада құйын болған жағдайда не істеу керек туралы жыл сайын сабақтар болып тұрады. Америкада тұратын тұрғындар құйын пайда болғанына не істеп керектігін біледі. Сосын Америкада құйынға шыдай алатын үйлер көптеп соғады. Бірақ бұл үйлер қатты құйыннан сақтап қала алмайды. Синабунг. Кез келген вулкан қауіп тудырады, бірақ Синабунг қазіргі таңда бәрінен қауіп тудырады. Бұл вулкан тауы Суматра деген аралда орналасқан. Биіктігі теңіз деңгейінен 2460 метр. 4 ғасыр бойы бұл тау ұйықтаған, бірақ тамызда 2010 жылы белгісіз себептермен ұйқыдан тұрды. Вулканнан қауіпті газдар, шаңдар шыққан тіркелді. Биіктігі 1,5 метр. Синабунг 4 ғасыр бойы ешкімге зиян келтірмеген, адамдар қасына өздеріне үй соғып алған. Ауылдың адамдары қауіпсіз жерге көшірілді. Сол жылдың қыркүйегінде тағы болды, сосын тағы болды. Қорытындысында Синабунгтың кесірінен адамдар өліп жатыр. Бірақ сол маңда тұратын тұрғындар кетуден бас тартып жатыр. Синабунг әр жыл сайын күшейіп жатыр. Соңғы оянғаны 7 мамыр 2019 жыл болған. Сол кезде ауаға биіктігі 2000 метрден асатын қауіпті газдар көтерілген.